Еліміздің түкпір-түкпіріндегі мұғалімдер бас қалаға жиналып, астаналық әріптестерінен білім жүйесіндегі жаңашылдықтарды үйреніп жатыр. Республикалық семинарда Астана қаласы мектептерінде бірнеше жыл көлемінде жүргізіліп келе жатқан реформалар талқыланды. Елорда мектептері басты 4 бағыт бойынша жұмыс істейді. Олар заман талабына сай инфрақұрылымды дамыту, мұғалімдердің кәсіби біліктілігін көтеру, білім сапасын арттыру және тиімді басқару. Білім сапасын көтеру бойынша кешенді басқару жүйесі де енгізілген. Қосымша білім беру ұйымдарындағы инновациялық жобаларда оң нәтиже беріп келеді. Келген барша қонақтар әрбір мектепте болады, яғни жаңа біз жоғарыда айтқан кластер деп отырмыз ғой, осы кластерде қалай жұмыс жасап жатыр, қай мектепте қандай жұмыстар бар, соны жаңа өз көздерімен барып көреді. Сондықтан да бүгінгі мен ойлаймын, Астаналық білім басқармасы өткізіп жатқан іс тәжірибенің жаңағы берері мол деп.